Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі оңай тез жасалынатын етті бәліш жасайтын боламыз. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен суымызды, жылы суымызды құйып, үстіне сұйық майымызды құйып, және кішкене тұз қосып, барлығын араластырамыз. Одан кейін ұнымызды салып, електен өткізіп, қопсытқышымызды саламыз бетіне. Барлығын салып, жақсылап тестамызды елейтін боламыз. Осылай елеп аламыз. Мінекей жұмсақ болып тұр, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Одан кейін тындырып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут тестамыз тынғанша фаршымызды, салмамызды дайындаймыз. Фаршымызға пиязымыз бен картошкамызды ұсақтап турап, қара бұрыш, тұз салып дәміне қарай араластырамыз. Дайын болған тестамызды алып, осылай бір жағын үлкен, бір жағын кішірек бөлікке бөліп, тестамызды жаятын боламыз. Видеода көріп тұрғандай оңай әрі жеңіл жайылатын болады, барлығы жұмсақ болады тестамыз. Осылай бір кепка теста жайып алғаннан кейін ыдысымызға салып, үстіне салмасын саламыз. Одан кейін міне жаңағы алып қалған кішкентай тестамызды жаятын боламыз. Оны бетіне жабамыз. Бетіне жауып, жан-жағын өріп шығамыз. Жан-жағын жақсылап өріп, ортасын міндетті түрде тесеміз. Өйткені ортасын тессеңіздер, ішіндегі начинкасы да жақсылап пісетін болады. Бетін жұмыртқамен, сарысымен майлап, одан кейін духовкаға 180 градусқа 30-35 минутқа салып қоямыз. Өте дәмді болып шығады, және де іші піспей қалады деп уайымдамаңыздар, өте жақсы болып шығады. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, маған подписка жасап кетулеріңізді сұраймын. Рахмет.